Assalamu alaikum, құрметті Сайрам телеарнасы Иман Нұры хабары көрермендері. Алдымен бүгін студиямызға келген қонақпен таныстырып өтсем, бүгінгі студиямыз қонағы Қазақстан мұсылманлар діни басқармасы, Түркістан облысы, Сайрам аудан, орталық мешіттің бас имам орынбасары құрметті Абдырахман Нұржан қажы Әліқұлы қатысып отыр. Қажыге қымбатты уақыттарыңыз бөліп келгеніңіз үшін үлкен рахмет. Алла разы болсын сізден, ілімдеріңіз бұдан да көбейтсін. Әрине міне жақындап келе жатқан қасиетті құрбан айты бәрімізге құтты берекелі болсын. Сізді де көпшілік атынан осы мерекемен құттықтаймын. Енді сізге осы мерекелер жайлы кішкене мәлімет беруіңізді сұранамын. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Альхамдулиллах. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي عمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Құрметті жақсылар, баршаларыңыздан Алла разы болсын. Кіріп келе жатқан мынау Құрбан айт мерекесі баршаңызға құтты да берекелі болсын. Қажеке, дұрыс айтасыз. Ардақты пайғамбарымыз Мұхаммед алейхиссалам Меккеден Мәдинаға көшіп өткен кезінде Мәдина халқының бір мерекені тойлап жатқанын көргенде, бұдан да сендерге афзалырақ мейрам бар екен жайында хабар берейін ба деп, исламдағы мұсылмандар тойлайтын, қуана күтетін, асыға күтетін екі мерекесі бар екендігі жайлы айтқан. Оның бірі Рамазан айт мерекесі, екіншісі Құрбан айт мерекесі. Жаратушы Алланың өзі барша мұсылмандар аңсап күтетін осы Құрбан айтта міне әп-сәтте жақындап келіп қалды. Баршаларыңызға Алла Құрбан айт мерекелерін берекелетсін. Қажеке, үлкен рахмет, Алла разы болсын. Әрине, осы мерекелерді Рамазан айтында біз бір ай ораза ұстап, оразадан фарыздарын орындап болған соң тойласақ, ал енді бұл Құрбан айтында жетім жесірлерге көмек беріп тойлаймыз. Сол себепті осы Құрбан айтының қасиеттілігі, ерекшелігін жайлы сұхбат жүргізсек, Құрбан айтында қандай малдар құрбандыққа шалынады, солардың бәріне қанша жаста болу керек, бәрін түсіндіріп өтіп кетсеңіз. Қажеке, дұрыс айтасыз. Мынау Құрбан айт қарсаңында тағы бір айта кетеріміз. Елімізден 4000-ға жуық адам қажылық сапарына кетті. Құрбан айт күндері Арафа күні Арафатта тұрады, қажылық құлшылығын өткізеді, және олар сол барлық іс әрекеттерін қасиетті орындарда жасайды, яғни құлшылықтарын. Ал енді осы бір ұстаз айтып еді кеше келген кезімізде, мешітке келіп, Нұреке, биылғы қажылыққа бармадыңыз ба деп. Сонда мен Алла бұйыртса, Алла шақырса, Алла кімнің несібесін қосса солар кетті ғой деп едім. Сонда ана жігіт тұрып ұстазымыз айтып жатырды: "Я Раббым, осы биылғы қажылыққа баратындардың ройхаты анық болды. Сол тізімде біз болмадық. Я Раббым, біздерді кейінгі тізімге қосшы, яғни біздерді де шақыршы" деп ниет қылып еді. Шындап келгенде Құрбан айт бір ұлы мереке. Раббысына адам баласы өзінің ниетімен, ықыласымен және құрбандығымен жақындатса түсетін бір берекелі мейрам есептеледі. Бұның тарихы Ибрахим мен Исмайылға барып тақалатындығын барлығы жақсы біледі. Ибрахим ve Исмайыл алейхиссаламдарды Алла рахметіне бөлесін. Ол кісілерден де Алла разы болсын. Ал енді осы тарихты қайта айтқым келіп тұрған жоқ, дегенмен айтып өтетініміз осы құрбандыққа жарамды болған 4 түлік малдан құрбандық шалады. Яғни жағдайы келгендер, әрине. Жағдайы келгендер. Оны қарызға алу, қиналу, оны қиналып сою дұрыс емес. Мүмкіндігі барлар ғана құрбандық ретінде 4 түлік малдан сояды. Соның ең әуелгісі қой мен ешкіден сойлады. Қошқар, қой, солардың жасы 1 жас болу керек дейді.
Ал енді ғалымдар, ғұламаларымыздың патуа беруінде, егер 6 айдан асқан болса, кеудесі 1 жасқа сай келетіндей деңгейде үлкендеу болатын болса, онда дұрыс келеді деген. Екіншісі қарамалдан сойылады, оны өзіңіз жақсы білесіз. Қарамалдың жас мөлшері әлбетте 2 жасқа толған болу керек. Егер 2 жасқа толмаған болса ше деген сұрақтарды да көп береді. 1 ай қалды, 2 ай қалып еді, үлкен ғой деген сұрақтарды да беріп жатады. Жоқ, 2 жасқа толығымен толған болуы шарт болып тұр. Ал енді кейінгі құрбандыққа жарамды болатын мал бұл түйе болып есептеледі. Оның жас мөлшері 5 жастан асу керек болады. Ал енді қой мен ешкіні, қошқарды бір адам жалғыз өзінің атынан, яғни отбасының атынан деп соятын болса, осы ірі қараны, соның ішінде қарамал мен түйені 7 адамға дейін ниет қылып сойылады. Соның ең маңыздысы сойып атқан, ниет қылған кісілердің ниетінің бір болуы. Яғни барлығының ниеті құрбандық шалу болу керек болады. Біреуінің ниеті дұрыс болмаса, қалған 6 кісінің құрбандығы дұрыс болмай қалады. Сол үшін де ниет өте маңызды. Алла разылығы үшін құрбандық союды ниет еттім деу керек. Ал енді осы орайда құрбандыққа жарамды малдар жайында тағы осы біраздан бері үйінде малды ұстап, осы көтерілсе сатам деп отырған бауырларымыз да бар, пайда көруім керек деп. Алла разы болсын о кісілерден де. Бірақ дегенмен қол жетімді болса, нұр үстіне нұр болар еді. Біз сізден арзан саттың, қымбат саттың деп айтпақшы емеспін. Айтайын деп тұрғаным, өзіңіз алар болсаңыз қиналмас едіңіз деген сұрақты өзіңізге бір беріп көріңіз. Ал енді жарамды болу керек, 12 мүшесі дұрыс болу керек, баратын жеріне дейін жүріп бара алу керек. Я болмаса сойып атқан кезде қасапшы оған азар бермейтіндей әдемі сою керек. Соның барлығы шариғат шеңберінде болу керек болады. Сойылатын жерлердің таза болуы, оның барлығы әлбетте нұр үстіне нұр болады. Таза жерде сойылса, қасапшы жақсы болса, сойып атқан кезінде шариаттың рүкіндерін, аркандарды түсінсе, айтатын тәкбирлерді Алла разылығы үшін пәленшенің атынан құрбандық бисмиллахи Аллаху акбар деп сою керек екендігін, және де құблаға қарату керек екендігін барлығын ескертіп тұрылса, нұр үстіне нұр болады. Сол айттың 1-ші күні және 2-ші, 3-ші күндері құрбандық салса бола береді. Бірақ біздер өкінішке орай адамдардың барлығы 1-ші күнге, сол айттың 1-ші күні құрбан айты 1-ші басталғаннан бастап союға әрекеттенеді. О кісілерден де Алла разы болсын, себебі Астағфирулла, инна аътайнакал кавсар фасалли лираббика ванхар инна шани'ака хувал абтар. Фасалли лираббика ванхар, бәс намаз оқы, одан кейін құрбандығыңды шал. Осы аятқа сәйкес ең әуелі құрбан шалудан алдын айт намазының оқылуы ең маңызды болып есептеледі. Намазыңды оқы, сосын құрбандығыңды шал деп тұр Алла Тағала. Айтайын деп отқаным, құрбандық шалатын кісілер әлбетте айт намазына бару керек. Мүмкіндігін табу керек. Бармаса болмайды деген сөз емес ол. Бару керек деп жатырмын да. Мүмкіндігін табу керек, айт намазына қатысу керек. Айт намазын оқып болғаннан кейін, енді құрбандықтарын 1-ші күні, 2-ші күні, 3-ші күні шамға дейін, яғни шамға жақын хәлде болса да, сол 3 күннің ішінде сойса мүмкіндігі болып тұр. Бір айта кетерім, осы малдардың денсаулығына және бір тиесілі сойылатын орындарда қызмет қылып атқан кісілердің баршаларына айтарымыз, жаратушы Алланың өзі бір үлкен құлшылықпен сыналып атқаныңызды түсініңіз. Сойып атқан адам, пайғамбарымыз Мұхаммед алейхиссалам айтады, құрбандыққа шалынып атқан малдың қаны жерге тамбай тұрып Алла күнәңді кешіреді дейді. Ықыласты қараңыз, ниетті қараңыз. Сол жердегі бала шағасымен отырып құрбандық шалайын деп атқандығы. Ал енді осының бөлінгеннен кейін еттерді бөлу
барлығын алып қалыңыз. Осы орында айтады ғой, осы айтқа жақындаған кезінде бізге сұрақтардың өте көбі, сосын қаяққа береміз, не қыламыз деп. Ең әуелі барлығын алып қалыңыз. Ана бер десең біреуге жақпай қалады екенсің да. Бәрін беруіміз керек па дейді? Жоқ, бәрін алып қалыңыз. Жоқ, қаласаңыз бәрін тарқатып жіберіңіз. Бірақ ең жақсысы сүндетке сай, пайғамбарымыз Мұхаммед алейхиссалам сүндетіне сай, үшке бөлсе нұр үстіне нұр болады. Әуелгісі өзі бір бөлігін өзі алып қалса, бір бөлігін жақын жуығына берсе, жақын жуығымен тамақ қылса, ал енді үшінші бір бөлігі бұл құрбандыққа мүмкіндігі болмай тұрған кісілермен бөлісіп жатса. Сол тиесілі орындарға барып жеткен кезінде олар да бір қуана түседі ғой. Аллах субханаху ва тағала жылда бізді құрбандықтың етін алатындардан емес, құрбандық соятындардан етші деп ниет қылса, келесі жылға олар да құрбандық шалып тұрады ғой деп атқаным ғой. Сол құрбандықты 4 түлік малдан соямыз, мүмкіндігі болып жатса, жаңағы айтқанымдай сатып атқан мал иелері де осы сәттен бір пайда көріп қалайын демей, мүмкіндігі болып жатса, тым асырмай елге жағдайы келетіндей қылып, өзінің әрі пайдасын көрсін, әрі халық соны қиналмай алатындай деңгейде мал жеткізіп тұрған кісілерден де Алла разы болсын, олардың да жұмысын Алла берекелетсін. Қажеке, үлкен рахмет, Алла разы болсын. Мына осы жерде тағы бір сұрақ туындайды. Негізі құрбандық шалудың шарттардан біреуі тәкбір тәшриқ айтылу керек дейді. Сол тәкбір тәшриқ мал сойылып жатқан кезде қай уақыт айтылады, және сол тәкбир тәшриқ одан басқа қай уақыттарда қанша рет оқылады? Иә, дұрыс айтасыз. Тәкбир тәшриқ Арафа күнінен бастаймыз. Біз иншалла айт намаздан бір күн алдын 5 уақыт намазымызда жамағаттарда имаммен бірге көпшілік тәкбир тәшриқ айтады. Аллаху акбар, ла илаха иллаллах, аллаху акбар, ва лиллахил хамд. Мүмкіндігі болып жатса, осы Арафа күннен бастап ниет қылынады, және осы ертерек қамданып малын алып қояды, және де көпшілігі ол сұрақтарының қатарында болады. Тырнақтарымызды аламыз ба, шашымызды аламыз ба, алмаймыз ба деген де сұрақтарды беріп жатады. Бұл шаш алу, тырнақ алу мустахаб амал екендігін, яғни қойып алмасаңыз ештеңе етпейді, алып қойған болсаңыз да ештеңе етпейді демексіз. Ол құрбандыққа әсер ететін Ханафи мазхабында амал емес. Яғни осы тырнақ алдыру, я болмаса шаш қидыру деген амалдар Ханафи мазхабымызда кедерге, құрбандыққа кедерге болатын амалдардың қатарына кірмейді. Сол үшін де алмаған кісілер болса, оған да дұрыс, алып қойып едім десе, оған да дұрыс. Еш бұл кедерге болмайды. Ниет әуелі Алла разылығы үшін құрбандықты ниет ету керек, және құрбандықты белгілі уақытта айт күндері сою керек. Мүмкіндігі болып жатса, өзі көмектесу керек, өзі сою керек. Сонда тәкбирді айтып, дұға қылған кезінде Алладан сұрап, отбасымнан, менен қабілет Алла деп сұрау керек. Сонда жоқ, соя алмаймын десе, онда аяғын ұстап тұрып болса да көмектессе, нұр үстіне нұр болады. Жаратушы Алланың өзі төрт көзімізді түгел етіп, осы айттан айтқа аман есен жетуімізді Алла нәсіп еткен болсын. Рахмет, Қажеке. Мына осы жерде сәл түсінбеушілік болып тұрады. Құрбандық шалу күндері мен тәкбир тәшриқ айтылған күндердің айырмашылығын айтып өтсеңізде, сосын осы жерде өзінен өзі сауал туындайды. Сіз бағана айтып өттіңіз, айт намаздан кейін құрбандық шалынады дейді. Бір күн алдын шалып қойған құрбандық өтеме жоқ па? Осы орында айтамыз, көбінесе біз айт намазынан шыққанымыздан кейін айт шай ішіңіз деп, айтыңыз құтты болсын деп, айт мерекесімен құттықтап шығамыз, көршілерімізді, ағайын туысымызды. Кейбір кісілер сол бір күн алдын сойып қояды малын. Бір күн алдын сойылған мал құрбандыққа жатпайды. Яғни Арафа күні, яғни бір күн алдыңғы күн сойылған мал құрбандыққа жатпайды. Тәкбир тәшриқ күндері ол Арафа күнінен бастап, одан кейін айттың 4-ші күніне дейін давам етеді.
Ол күндері жамағатпен парыз намаздарынан кейін тәкбир айту уәжіп болып есептеледі. Осы құрбандыққа өте мұқият болу керек. Себебі бір күн алдын сойып қою, я болмаса бір-екі күн алдын сойып қою, құрбан күні, құрбан айты жақындаған кезінде бір ақиқам бар еді, соғанда қосып сойып жіберсем бола ма деген сұрақтарды өте көп береді. Құрбандық өзі бір құлшылық, ақиқа бір құлшылық. Құрбандық ол мал мүлкі нисапқа жеткен адамның құрбандық сойуы. Бағанағы айтылған 4 түлік малдан уәжіп. Ал енді ақиқаға сойылатын мал сүннат. Мұстахаб деңгейінде деп атырмын. Оған енді ол мүмкіндігі барлар онда да. Қиналып, басқа қылып, қарызданып, одан кейін сойсын деген жер жоқ. Ақиқаты да. Сол үшін де бір малмен екі құлшылықты ниет қылып болмайды. Соятын болса құрбандық деп сою керек, я болмаса ақиқа деп сою керек деп айтып қалдым ғой. Осы күндерде ниеттеріңіз Алла қабыл етсін. Үйлерінде малдарын ұстап күнін санап отырған кісілер бар. Себебі малдың түгі қанша болса сонша күнәңді кешіреді деп пайғамбарымыз Мұхаммед алейхиссалам сондай ақ сүйіншіледі ғой. Ең жақсысын тауып сой, ең жақсысын ал, айырып алғанда да жақсысын ал, қиналма. Құрбандық бұл сенің мал мүлкіңмен Алла разылығы үшін істеп атқан құлшылығың. Алла разы болсын. Қажеке, мына 2 айт намаз бар. Бірі Рамазан айт намаз, екіншісі құрбан айт намаз. Осы 2 айт намазда ауыз ашып келу, ауызды жауып келу деген амалдар бар. Солар шатастырып қоймау үшін анықтық кіртіп берсеңіз. Өте дұрыс айттыңыз. Мынау айт күндері Рамазанның бітуінде оразаның айты басталады. Сол айтқа аузы ашық күйде келіңдер деген ғой. Пайғамбар Мұхаммед алейхиссаламның сүндетіне сай аузы ашық күйде келіңдер. Яғни айт күндері ораза ұстауға болмайды. Айт күндері ораза ұстауға болмайды. Сол үшін де түбі бар құлшылықпен, негізі түбірінде бар, ораза ұстау бар. Бірақ айт мереке да, мұсылмандардың аңсап күтетін мерекесі. Ол күнге ораза ұстауға болмайды. Ал енді ауыз ашық күйінде келіңдер деп атқаны, ауыз ашық күйінде деп атыр да. Айт, ораза бітті, айттан бастап бер жағында Алланың бұйрығы таусылды. Рамазанның оразасы бітті деген сөз. Ал енді құрбандыққа аузы жабық адамдай келіңдер деп атқан мақсаты, құрбандыққа сойылған еттен тамақтанса, нұр үстінен нұр болады деген оймен, аузы жабық адамдай, яғни ештеңе дәм тартпай келіңіздерші деген мағынамен айтылады. Ал оразаның бітуінде есе адамдар сәресіге тұрады, кәдімгідей тамағын жейді, және көп кісілер оразаны шығарып салады. Я Алла, ендігі оразаға аман есен жеткіз деп тәкбирлерін айтып мешітке дейін барады. Сол айтпақшы, Рамазанның құрбан айттағы істелінетін іс-әрекеттердің бірі аузы берік адам секілді. Оразаның, құрбан айттың ерекшелігі, құрбан айтқа аузы берік адам секілді. Үйден нәр тартпай, ештеңе жемей келеді, айт намазын оқиды, құрбандығын шалады. Яғни құрбандыққа шалынған еттің тамағынан дәм тарту мұстахаб, яғни жақсырақ болып есептеледі. Осы орында айта кетейін, құрбан айты осы биылға 27 мамырда барша Түркістан облысы бойынша уақыты сағат 6-да оқылады. Алла разы болсын. Енді біздің Сайрам аудан бойынша қанша мешітте айт намаз оқылатын болып жатыр, және оның тәртіптері. Алла разы болсын. Баршаңыздан Алла разы болсын. Мынау жаңа айтып өткенімдей, құрбан айт мерекесі 27 мамыр сағат 6-да оқылады. Біздің Сайрам ауданында 50-ден астам мешіттерде құрбан айт намаз оқылады. Ертерек баруға тырысу керек, себебі айтты барлық адам күтеді, айтқа ертерек барады.
6-да екен деп 6-да барып қойғаннан гөрі ертерек барып айттың уағызын тыңдау керек. Құрбандық жайында, құрбандықты шалу, құрбандық малының тәртібі және де осы биыл Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы муфти хазіреттен арнайы тапсырма, облысымыздың басшыларының тапсырмасы осы айтты ұлттық нақышта өткізуді біздерге арнайы тапсырма ретінде беріп жатыр. Дін қызметкерлерінің барлығын ұлттық киімдермен киіп шығуға ұсыныс білдіріп тұр, бізге тапсырма ретінде беріліп жатыр. Және мешіттердің жанынан киіз үйлерді қойып, салт дәстүрімізді тағы бір еске түсіретіндей амалдарының бірнешеуін істеуді жоспарлап тұрмыз. Аллах субханаху ва тағала осы келе жатқан 27 мамырдағы сағат 6-да оқылатын айтқа 4 көз түгел аман есен жетуімізді Алла нәсіп етсін. Рахмет, Алла разы болсын. Әрине бір құрбан айттың өзгеше бір түрде өткізілуі, әрине бас муфтиміздің ұлттық киімдерді өткізу керек дегені өте тамаша, керемет. Сол себепті иншалла Құда қаласа біздің Қазақстан мемлекетіміздегі осы құрбан айтының бұдан кейінгі әр жылы өзгеше түрде өтуіне Аллах Тағаладан сұрап қаламыз. Енді негізі қазіргіні айтып өттіңіз, айт намазының уақытысын. Енді мен айтпақшы болғаным, осы намазға келетін адамдардың осы ниеттері, қандай ниетпен шыққан дұрыс болады, және де сол мешітке тағы қосымша қылып айта кетіңіз, 6 десе 6-да келетіндер бар. Біз мешіттерде имамдардың уағыз насихаты парыз амал есептеледі. Сол себепті көбірек сауапқа ие болам десе 5:30-да келіп отыр болады. Дұрыс айтасыз Қажеке. Мынау 27 мамыр сағат 6-да оқылады деп жатқанымыз. Имамдар жамағаттың негізі басым бөлігін сағатқа қарап отырады. Себебі айт намазы оқылуымен адамдар құрбандыққа асығады. 5 минут өткізсе болмай ма, келсек оқып қойыпты ғой дейді көп кісілер. Негізі ертерек қамдану керек. Ертерек бару керек. Үйден шыққанда ниет дұрыс болу керек. Үйде жақсы киімдерін киіп, бір күн алдын дайындалып, иіс суларын сеуіп, көршілердімен ақылдасып, себебі барлығымыз бір көлікте мініп келгеннен гөрі көршілер 3-4-еуміз бір көлікпен келіп, әрі көлік кептелісінің алдын аламыз, әрі көршілермен тату екендігіміздің бір нишаны, бір белгісі болып тұрар еді. Себебі жалғыз өзіміз шыға салып айтқа кеттім деп кеткенден гөрі көршімен ақылдасып, бәрінің қазір мен байқаймын, көшелерде арнайы чаттары бар, бір-бірімен хабарласып тұрады, бір-бірімен хал-ахуал сұрасып тұрады. Біздің мәселе, мен де өзім бір көшеде тұрсам, сол біздің көшеде де арнайы топ бар, сол көшеде газдың, светтің мәселелері, су мәселелері айтылған кезінде, асфальт мәселесі, қоқыс жинап кететін арнайы күндер бар, оның бәрін біліп отырады адамдардың бәрі. Сол айтпақшы, осы чаттарда ертерек шығамыз ба, қайсы мешітте оқимыз, қай жерге барамыз деп, өзінің әрқайсының ниет қылып баратын мешіттері болады. Соларға сәл ертерек қамданып, әдемі киімдерімізді киіп, иіс суларымызды семініп, айтпен құттықтап, бір-бірін көргенде көз қуанатындай әрі мерекелік күн екендігін естен шығармауымыз керек болады. Жаратушы Алланың өзі айттан айтқа 4 көз түгел аман есен жетуімізді Алла нәсіп етсін. Бәрекелді. Мына бізді көрермендеріміз қызыққан барлық сұрақтарға жауап бере алдық деп ойлаймыз. Тағы бір рет өз атымнан, ұжым атымдан, көрермендер атында сізді кіріп келе жатқан қасиетті құрбан айтымен құттықтаймын. Отбасыңыз Аллах Тағаладан тыныштық, амандық, есендік ата етуін сұраймыз. Іліміңізді бұдан да көбейтсін, әрқашанда елге, халыққа, дінімізге, мемлекетімізге қызмет істеуді жаратқан иемні өзі сізге күш қуат берсін деп дұға жасаймыз. Әрине сізге мүмкіншілік бар, көрермендерді тағы бір айтатын насихаттарыңыз, мәслихаттарыңыз болса айтып, сонымен хабарымызды аяқтасақ. Бір айтарым, мен көп байқайтыным,
Құрбан айт мерекелері күні қасапшылар аз болып қалады кейде. Ол сойылып атқан кезіндегі бірін-бірін түсінбей қалған кісілер болады. Сонда айт мерекесі екенін ұмытпаса екен деймін ғой. Дөрекі мінездерін көрсетпесе екен. Алла разылығы үшін сойылып атқан құрбандық, сіз сойып атқан құрбандықты ол кісіден ниет қылып тұрған екендігін сол көркем мінезбен, жақсы әдеппен және ұйымшылдықпен өткізуімізді Алла нәсіп етсін. Жаратушы Алланың өзі көздеріңіздің қуанышы болып тұрған ұл қыздарыңызды бақытты етсін, ықпалды етсін. Дұға тілектерімізді Алла қабыл етсін. Елімізден қаншама қажылар қажылықта жүр. Сол қажыларымыздың Арафаттағы, Мина, Сафадағы, Муздалифадағы дұға тілектерін Алла қабыл етсін. Жұртымыз аман, еліміз тыныш болсын. Шаруашылықпен диқаншылыққа Алла берекет берсін. Саудамен айналысып тұрған бауырларымыздың саудаларын Алла берекет берсін. Білім алып жатқан шәкірттерге Аллах Субханаху ва Тағала білімдерін арттырсын. Ертеңгі күнде елге, дінге аянбай қызмет қылатын салихалы ұрпақтары болуын Алла нәсіп еткен болсын. Әрбір бастамаларыңызды Алла сәтті етсін. Және айттан айтқа төрт көз түгел аман есен жетуімізді барша нәсіп етсін. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Рахмет қажеке. Ал енді өзіміздің бүгінгі хабарымызды аяқтай отырып, тағы бір сіздің сөздеріңізді көрермендеріңізге еске сала кетейік. 3 күн құрбан айтында құрбандықты беймарал шалып алғаннан кейін Құдай тамақты қалаған күні өткісі бола беретінін айтып өтейік. Алла разы болсын сізден. Әрине айтқаныңыздай, айттан айтқа бәріміз аман есен жете берейік. Міне, құрметті көрермендер, бүгінгі хабарымыз өз мәресіне жетті. Сол себепті сіздермен қоштаса отырып, барлығыңыз отбасыңызды Аллах Тағаладан тыныштық, амандық, есендік атайтсын деп дуа қыламыз. Келесі апта эфир арқылы сіздермен кездескенше сау, сәлеметті болыңыздар. Ва ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.